Мен Батыржанның подписчигімін, сонда Батыржан шықты. Стоп, менде обычно 10-20 просмотр болушы еді. Бұл жолы 1 сағатта 100. Стоп, Батыржанмен видео түсірем. Мен бірінші. Жоқ, мен. Жоқ, мен бірінші орынмын. Saat қанша oldu? 8. Ямай, кім ана жақта айқайлап атқан далада еп. Қазір далаға шықпасам. Стоп. Жетелдер, сендер, стоп. Рионда тағы бір жетел бар ма? Ямай, сендер бәрін не істеп жүрсіңдер мұн жақта? Мен есігімнің алдында. Батыржан, сенімен түскен видеоға балалар бір жетет. Қаншама просмотр жинаған, 400 ба 500 ба. Оның бәрі сенің арқаңда, сенің подписчиктерің көрген. Стоп, жетелдер. Мұна неше, мұна бәрі менімен видеоға түсуге келді ма? Налармен түсем дегенше мен уже қайтыс болады жүрм. Неше өсіңдер өзі? Так, 24, 25, 26 кен. Сендер, бәрін 26-сындар. Не үшін түсінде атсындар менімен? Или көп просмотршындар, онша көп емес қой 500 деген. Батыржан, саған 500 адам деген аз ба не? Біз үшін ол қаншама көп қой. Жетелдер, сендер 26-сындар, әрқайсымен видео түсіру. Бір 4-5 сағат қой, Так, ойлан Батыржан, ойлан, не істеуге болады. Блин, сендер мен қаншама уақытымды кетіріңдер тұрсыңдар, жұмысым бар еще. Так, ойлан, Батыржан, ойлан. Так, жетелдер, не істесем болады. Ес, миыма келді жетелер. Общем, жетелер, біз бұлай істейміз. Общий бәріміз бір видео түсіреміз. Сол аз уақыт алады. Общем, жетелдер, солай істеген дұрыс болады. Өйткені әрқайсымен түсіру маған қиын. Так, жетелдер, мен айтам қай жерде видео түсіреміз мінім. Так, міне ана жерде видео түсіреміз, бәріміз сол жерге жиналып. Так, жетелдер, бәрін жиналдыңдар ғой, Так, онда қазір видеоны бастаймыз. Бәріне сәлем достар, бүгін мен әдеттегідей Батыржан және достар, бүгін бізде кәдімгі видеолар шықпайды, өйткені бүгін мен жетелдермен видео түсірадым. Жетелдермен түсірадым, өйткені әрқайсысына жарнама жасаймын, реклама. Бүкіл менің ауылымдағы жетелдердің общем аккаунттары сілтемеге қалдыратын боламын. Бәріне тіркеліп кетіңдер общем. Жетелдер, сендерді құттықтаймын. Так, қайсысын алайын таңдайын. Так, мына таңдай. Қол шапалақ. Так, тағы да бір жасап жіберейін, Бүкіл жетелдерді құттықтаймын. Сендерде бір 100 немесе 50 подписчик болады. Рахмет, Батыржан, біздің бүкіліміздің атына саған көп рахмет. Онда жетелдер, общем, давайте. Вроде бы все бітірдім, наконец-то коллажды. Так, кейбірі тоқылдатып жатыр ма? Қара түнде кім келеді? Кімсіне? Батыржан, қорқтың ба? Бұл мен ғой сен көршің жетел. Точно ма? Қалай дәл дейсің? Онда сен аккаунтында неше подписчик? Бүгін ғана 60 подписчик болды. Жайт, онда менде неше подписчик бүгін болған? Бүгінгі. Так, тұрташ. Мына қамба десем каска екен ғой. Так, жетел, сонда шынымен сен ба? Онда не үшін маған бұла шошытуға келдің ба? Немене бәле? Блин, сен кесіріне жана микрофоныма краска түскетті. Так, көзің қап-қара, линзы ма, не қолданып алғансың? Жетел, сен неге бұлай кеп тұрсың, айтпақшы маған? Сладыс или гадыс? Сен, Хэллоуин тойлап жүрсің ма, Так, сладыс или гадыс? Так, менде сладыс дей салайық. Нешеуін берейін? Екеуін қалдырайын, екеуін берейін. Жетел. Так, сладысты таңдадым, ма? Вообще сен Хэллоуин тойлайсың ма не? Батыржан, мен әр жыл сайын тойлайым ғой. Батыржан, кім? Жетел, сен вообще қай діндесің өзі, мұсылмансың ба? Әлхамдулиллах, мұсылманмын Батыржан. Ондай сұрақ бола ма? Сен білесің ғой мен мұсылман екенімді. Негізі Хэллоуин ол вообще мұсылмандарға түк қатысы жоқ қой.
Сен христиан немесе атеист болуың керек ол үшін. Так, стоп, айтпақшы житель, біздің ауылда христиандар. Так, стоп, бір нәрсе айтайын, бізде церковь бар ғой, біздің ауылда христиандар бар ма негізі? Әрине бар, біздің ауылдың 40% христиандар, 60% мұсылмандары. Мұсылмандар кейіннен келді, атак бұрында бүкіл христиандар болған, сондықтан біздің ауылда церковь бар. 40% дейсің ба? Олар негізі церковьке табына ма, соны айтшы. Просто вообще көрмеппін ол жерде. Короче, молитваға шақырған. Білмедім, Батыржан. Жарайды, так, ё-моё, бұндай кез жайды мен ұйықтамасам. Так. Ой, ё-моё, уже таң атты ма? Ё-моё, қалай тез? 5 секунд өткен сияқты. Так, тұрмасам, жуынып алу керек қой, жайтасын жуынам. Так, таза ауаға шыққаным қандай жақсы болды. Так, біздің житель қайда? Ол обычно маған келіп амандасушы еді ғой. Мен тұрған кезде мені күтіп. Так, біздің ауылдың жителдері қайда? Стоп, жителердің бәрі қайда кеткен? Ё-моё, олар қазір қалада фестивальда ғой. Так, ол фестивальға мен бармадым, бара салу керек еді. Жайт, оған 4-6-да тұруға жалаңыз жоқ. Қазір сағат уже 10 ба, 8 ба шығар. Так, не істесем болады, ауылда зерік кеттім, жұмыс істеймін ба, істегім келмей тұр. Так, не істесем болады. Стоп. Мынаны айтпақшы, біздің ауылда христиандар бұған келіп табынбайды ғой. Осыны бұзып, орнына мешіт салайын ба? Сөйту керек. Қандай гениймін, 60% мұсылман заты, осыған азан шақырып, короче, жителер табынатшы. Так, все, вроде бы почти болдым, енді мынаны бұтшысын шығару керек, точнее, бұзып тастау керек. Жителер қазір таң қалады, мешіт салам еще, олар қас келмейді жері. Ой, жителер уже кеп қойыпты ғой. Жителер түрлеріне оған ашулана қорқып қалыпсыңдар ғой. Бастан істемей ғой, мен көрмедім не вообще. Не үшін маған заланып тұрсыңдар? Батыржан, сен қуасың ба? Ақымақсың ба, не үшін бұны сындырып ұстағансың? Жителер бұл негізі біздің ауылға керек па, ешкім бармайды. Так, все, бәрін болдым. Қазір жителер мен мешіт салам ғой, білесіңдер ма, осының орында, күтпеген жағдай. Батыржан, әкімнің рұқсатынсыз мұндай іске бармауы керек. Сен қуасың ба? Сені түрмеге қамауы мүмкін ғой.